Ал Қазақстанда неге осындай адамгершілік жоқ? Неге? Адамдарды үреймен ұстап отыру үшін әдейі сөйтеді. Әдейі жол көлікте шоферларға, көлік жүргізушілерге айыппұлдың үстіне айыппұл. Анау жол полицейлерінің ішінде маған хабарласқандар да бар. Аға, мен жұмыстан кеттім, не болды дейді. Әбден елдің қарғысына қап болдық дейді. Міне, оларға бәленбай миллионды міндеттейді екен. Оның бәлені бюджетке түгені бастығына, бастықтар бір-бірімен бөліседі, әгі бейшараға сол жұғыны тиеді. Ал бұндай жүйені жасаудағы жалғыз мақсат қазақтарды үреймен ұстау, қорқынышпен ұстау. Адамдар оңына солына қарап, саптаяқ қас құйып, сабына қарауыл қойып, жаңағы бір шоқып екі қарап сөйтетін психология қалыптастыру. Сөйтіп адамдар мына зұлым жүйеге шартсыз бағынатын психологиялық құлдықты, мәжбүрлікті қалыптастыру. Бұл аса сұмдық жүйе. Фашистік Германияның өзінде соғыста адамдар қынадай қырылып жатқан кездің өзінде оларда бұндай үрей жасамаған болатын. Қазақ оян, мына зұлым жүйені құлатпай, шын мәніндегі ұлттық азаттыққа жете алмаймыз. Біз қазір тәуелсіз ел емеспіз. Мына билік орыстың, Қытайдың құлы. Біз жартылай отар, жартылай тәуелсіз елміз. Орыс пен Қытай бүкіл байлығымызды сорып отыр. Соншама әлемдегі ең жерасты байлығы бар. Дүниенің 4-ші мұнай газ қоры бар. Дүниенің 1-ші уран қоры бар. Бүкіл жер шарының 60% ураны сақталған. Бүкіл жер бетіндегі Менделеев таблеткасында бүкіл элементі бар. Сирек жер элементтері бар. Таңғажайып, 1 грамының өзі бәленбай тонна алтыннан қымбат сирек жер элементтері бар. Қазақстанның халқының аш жалаңаш кедей болып, кредитке байланып, құл болып, таңнан қара кешке қара жұмыс істеп, арып ашып, тозып, жетіспей өстіп өмір сүруі бұл осы жүйенің зұлымдығынан.